Құрметті неге арнасын тамашалаушылар, қарындасым жайлы әңгіме бірнеше бөлімнен тұратындықтан алдыңғы бөлімдерін басынан тыңдады деген сенімдемін. Қайталап айтамын, мен бұл жерде қарындасымды жер қылайын деген ойым жоқ. Қайта оған не болды, неге мұндай болды деген сауалдар мені және жақындарымды мазалағандықтан еріксіз аудиокітап шығарып отырған жайым бар. Бір адамның өмірі бір кітапқа жүк болады деген дәл осы менің қарындасыма айтылғандай. Жоғарыда айтып өткенмін, не сау емес, не ауруға жатпайды, бірақ қылықтары адамды толғандырмай қоймайды. Ендеше одан әрі жалғастырайын. Бірде жолым түсіп, қарындасымның үйіне барып қалдым. Әдеттегідей кешкісін үйінде күйеу бала мен бала-шағасы бар екен. Есіктен кіргеннен жиендер шұрқырай амандасты. Соңын ала күйеу бала да көрінді. Ал үй ішіне табалдырғаттағанымда қарындасымның үстіндегі киімін көріп тұрып қалдым. Саған өтірік, маған шын. Ұзын юбкасы бар, ал үстіне тек жұқа майда тор орамал жаба салып, оны тамағының тұсынан байлай салыпты. Сорақысы ол емес екен. Менімен жүре амандасқан ол жанымнан өте берді. Мен оған, ау, дұрыстап амандассаңшы деген көзқараспен қарағанымда сол еді. Оның үстіндегі бүкіл киімінің арты жоқ екенін көзім шалды. Ол қалай дейсіздер ме? Кәдімгідей киімінің алды бар, арты жоқ. Жалаңаш арқасы мен іш киімі мен мұндалап көрініп тұр. Мен таң қалғаным сонша, ей, мына киімің не деуге ғана шамам келді. Сасқанымнан күйеу балаға қарап қатып қалыппын. Күйеу баламда маған қарап, күнделікті әдеті ғой деген кісіше бір жымиды да, индийский кино ғой деді. Ал мен не күлерімді, не жыларымды білмей аңырып тұрып қалдым. Ал бұған не дейсіздер? Жарайды, күйеуінен ұялмаса да балаларынан ұялмағаныма мұны қалай түсінуге болады? Үйінде 12-13-ке келген ұлы, 10-ға келген қызы бар емес пе? Ал бұған не дейсіздер? Құрметті оқырман, не де болса ақылыма ақыл қосам десеңіздер, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер шынайы әңгімем ұнаса, каналға тіркеліп лайк басайық. Бұл әңгімедегі басты кейіпкер өмірде бар.